Құрметті достар, келесі сахнаға шығатын қонағымыз қазақ эстрадасының, қазақ халқының алтын қызы. Алтын дауысты Алтынай Жорабаева! Қош келдіңіз Алтынай ханым. Сәлеметсіздер ма? Көп рахмет. Қалай жеттіңіз? Көңіл күйіңіз қалай? Жалпы не жаңалықтар бар сіздің творчестволық немесе бұлай жеке өміріңізде? Жақсы жеттім. Ұшақтан түсе салып осында келдік. Түсе салып, ұшақ бірден осын біздің қасымызға қонды, иә? Біз аэропорттың қасында біздің түсірілім алаңы. Жоқ, біздің өзіміздің аэропортымыз бар. Түсірілім алаңымыздың. Иә. Біз аэропортта түсіреміз. Аэропорттың маңында. Аэропорттың ішінде. Көңіл күйім тамаша. Сіз Астанадан келдіңіз ғой. Жоқ, бізде Астанада күн тамаша болып тұр. Марат байқадыңыз, бізде Астанада деп сөйлеп жүрміз. Біздің Астанамызда. Біздің Астанада. Кеше ғана Шымкенттен келіп еді, шырайлы. Одан кейін мінеки. Бірақ дұрыс қой, Шымкенттен болса, Шымкент бәрі Астанада ғой қазір. Мен Алматыда да тұрдым, біздің Алматы деп сөйлейтін ем, енді тұрып жатқан жерімді біздің деп сөйлеу керекпін ғой. Бүкіл Қазақстанды біздің деп сөйлейді, иә? Бәрекелді. Сондықтан өзіміздің жігіттер, өзіміздің әншіміз, өзіміздің бағдарлама не істесек те өзіміз білеміз. Дәл қазір сіз мына жерде ән айтасыз, бірақ дегенмен ән айтпастан бұрын сізге шағын тапсырмамыз бар. Сізбен шағын ойын ойнасақ, ойынның аты жұлдызды жұмбақ. Бұл жұмбақтар жай жұмбақтар емес, ерекше жұмбақтар. Бұл жұмбақтардың шешімі белгілі бір өнер иесі, әнші, яғни сіздің әріптестеріңіздің бірі. Қалай, дайынсыз ба? Көреміз енді. Көреміз бе? Ендеше кеттік, алғашқысы Марат. Аласа ғана бойы бар, күнде кешке тойы бар. Сейфуллин Жолбарыс бұл. Сейфуллин Жолбарыс! Кет жалғастырамыз. Анасының дауысы тым керемет, баласы да ән шырқар бірге еліктеп. Ойланыңыз, Қайрат Нұртас емес. Жоқ, Қайрат Нұртас емес. Али. Және? Али Оқапов. Анасының дауысы тым керемет. Роза Рымбаева. Иә, Роза Рымбаева және Али Оқапов. Бағындырды әнімен жылдар менен айларды. Трио еді бұл қыздар, квартетке айналды. Кешью. Кешью тоба. Кеттік. Ұрмай соқпай жылатады, жылама деп жұбатады, Ханзада деп ән салады, ханшайындар ұнатады. Ханзада деп ән салады, ханшайындар ұнатады. Ғаділбек Жанай. Жүреді ылғи шу қылып, бұл жігіттер жиынды. Түрлі түсті шашпенен түсініксіз кейін. 91. Қазақ болған ұраны. Айтыстың алтын пырағы. Жігіт көрсе бір түрлі ашуланып шығады. Ринат? Жоқ? Ринат Заитов. Ринат Заитов. Бір түрлі жігіт көрсе дейсің ғой, Ринат Заитов. Мынаны бірден табас деген ойдам. Ұстарамен алынбас, шашы ұзын лавелас. Лұқпан Жолдас? Жердің жүзін шарлайды. Саксофонсыз болмайды. Көліксіз деп қойысыз, аяқ оның талмайды. Серік Ибрагимов. Кеттік әрмен қарай, қарны тоқ, тойлары көп, атау затына сай емес топ. Қарны тоқ, тойлары көп, атау затына сай емес топ. Диета KZ. Иә, Диета KZ. Жарыстардан жеңілмейді, жүрегі оның дірілдейді. Жанар Дугалова. Жанар Дугалова. Бәрін топ келе жатыр. Қытай түгіл бүкіл әлем тамсанған, бұлдай болып қайталамас ән салған Димаш Құдайбергенов. Димаш Құдайбергенов. Жалпы Димаштың өнері қалай сізге? Ой, тамаша. Өзім қатысқандай болып қатты күтемін ол жігіттің жаңа бүкіл жарыстарын, өйткені елінің туын желбірет барғаннан кейін шыны керек оның көңіл күйі, оның сол жердегі қатысып жатқандағы ішкі көңіл күйін қатты түсінем, өйткені өзімде бәйгелерге қатысқандықтан жаңағыдай әділетсіз болып жатқан кезде орнынан тұрып көзіме жас алған сәттерім де болды.
Иә, бәлкім. Шыны керек. Қателеспесем, сіз де Славянский базарға қатыстыңыз, иә? Славянский базар. Болды, Димашты Славянский базарға сізден кейін 6 барып. халықаралыққа қатыстым мен өзім. Мәссаған. Бәрекелді құрметті достар. Қазақтың алтын дауысы десе, алтын дауысы емес, бриллиант дауысы ғой Алтынай Жорабаева. Рахмет. Жалғастырақ келесі. Жаулап жүрген жүректерін әркімнің үлгі болар. Үш қоңыры халқының. Музарт? Музарт, дұрыс айтасыз. Музарт тобы. Аспаннан жұлдыз санайды, әні тойдан қалмайды. Абай Бегей. Иә. Мейлі оның тартып алсын алтынын, жаны қазақ, тау соғары халқының. Илья Ильин. Төреғали дейді ғой да жерде. Илья Ильин. Илья Ильин? Иә, Илья Ильин. Мен өнер адам дегенге әншілерді ойлап тұрғым. Спорт болсын, жан жақты. Иә. Танымал адамдар. Бар қазаққа әнмен айтқан тілегін, ауырмаса да ұстап жүреді жүрегін. Қайрат? Иә, Қайрат Нұртас. Әкесі орыс, шешесі кәріс, өзі қазақ, қарсыласы рингте талай болған мазақ. Головкин. Геннадий Головкин. Бокс көресіз ба, спорт, тамашалайсыз ба әдетте? Қатты емес. Қатты қарамайсыз, Илья Ильин. Жоқ, көрем, жарыстарды көрем, бірақ соларды қызығып іздеп емес. Үлкен жарыстарды көріп тұрам. Енді біреулер фанат болып кетеді ғой, ондай емеспін. Тіпті әндерге де ондай емеспін. Бәрекелді. Дегенмен, біз сіздің фанатыңызбыз. Иә. Рахмет. Келесі. Жалғастырамыз. Жатқа айтатын барлық қазақ хит әнін кім табады ұлы дала титанын? Төреғали. Төреғали. Ұлы дала баласы деген лақабат қойып алған, иә? Сіздікі қандай? Сізде жоқ па ондай? Қазіргі таңда бір маркетинг жағынан барлығы. Жоқ. КТ дейді, КН. Сіздікі қалай болады екен? Алтын-ай. Алтын ай. Бұл негізі 10 жылдан асып кетті негізі. Golden ай. Олай жазылатына. Шетелдерге арнап қоймайсыз ба? Golden ай. Жоқ. Оларға да алтын ай. Алтын ай бұл. Алтын ай. Соңында ағылшынның ай деген әрпі ма? Бәрекелді. Жалғастырайық келесі. Бауыржан шоудан бастау алып құрамы ән айтатын 4 жігіттен тұрады. Топ атына алтын сөзін қоссаңыз алматылық базар болып шығады. Орда ма? Дәл таптыңыз, Орда тобы. Және де соңғысы Астана деп ән шырқаған жасында, қымбат металл есімінің басында, даусы сұлу, өзі сұлу әдемі, міне қазір тұр ғой менің қасында. Мен кәдімгідей ойланып тұрмын. Мен ба? Иә! Қалай ойлайсыздар кім? 1, 2, 3. Рахмет. Рахмет сізге үлкен уақытыңызды бөліп біз бағдарламамызға келгеніңізге үлкен рахмет, алғыс, қошемет. Ал дәл қазір сіздің орындауыңызда керемет әсем әнге кезек берсек. Сахнада Алтынай Жорабаева, құрметті. Достар, сақтаймыз, Алтынай Жорабаева.